құлшылық жаратушыға болады, жаратылғанға болмайды. Бұл аяттан шығатын және бір тұжырым, бүкіл құлшылық тек қана жаратушыға жасалады. Жаратылған нәрсеге еш уақытта жасалынбайды. Сондықтан Құдайдан бөлек кез келген сыйынып жатқан нәрселерін қараңыздар. Егер біреу әруаққа сыйынса, әруақ жаратылған ба, жаратушы ма? Жаратылған болмайды. Біреу күнге сыйынып жатса, күн жаратушы ма, жаратылған ба? Жаратылған болмайды. Біреу суға сыйынып жатқан болса, біреу итке сыйынып, кез келген нәрсеге сыйынып жатқан болса, олардың бәрі жаратылған нәрселер. Оларға құлшылық арнауға болмайды. Олардан жәрдем сұрауға болмайды. Олардан қолдау сұрауға, оларға сыйынуға рұқсат етілмейді. Сондан Аллах Тағала айтып отыр, сендерді жаратқан Раббыларыңа құлшылық қылыңдар дейді. Бұл адамдарға айтылған нәрсе. Егер миы тұнық болатын болса, басы жұмыс істейтін болатын болса, осы сөздің өзі жеткілікті. Енді қазір біз біреуге айтсақ, осы аяттың жалғасын айтайық. Қазір Аллах Тағала айтты, сендерді жаратқан Раббыларыңа құлшылық қылыңдар деді. Онымен бітіп қалған жоқ. Бірақ егер аятты осымен тоқтатса, мағына түсінікті. Сендерді жаратқан Раббыларыңа құлшылық қылыңдар деп аят тоқтаса, біз түсініп тұрмыз, яғни жаратушы егеміз Аллахқа құлшылық қылуымыз керек екен. Бірақ Аллах Тағала айтты, «Уаллазина мин қабликум», сендерден бұрынғыларды жаратқан Раббыларыңа құлшылық қылыңдар деп және айтты. Сендерді және сендерден бұрынғыларды жаратқан. Біздерден бұрынғылар кім? Бабаларымыз. Сендерден бұрынғы бабаларыңызды жаратқан Құдайға құлшылық қылыңдар деді. Неге бұлай тіркеп айтты? Өйткені адамның жасайтын ширк күнәсінің ең үлкені көбінесе ата бабаларына сыйыну. Нұх пайғамбардың қаулында, арабтарың да, қазақтарың да, тіпті орыстарың да бәрі әруақтарға сыйынған. Үнділің де, жаңағы краснокождан сөз, оларың да бүкілі сыйынғаны әруақтар болған. Өйткені адам баласы бабаларына деген құрметі жүрегінде махаббат болады. Соны шайтан қатты пайдаланып, оның бабасын, жай жаратылған бабасын, жаратылған сипаттан жаратушылық қасиетке көтеріп жіберіп, Құдайға серік қосуға барады. Өйткені шайтанның ең жақсы көретін күнәсі осы. Өйткені бір адамға арақ ішкізсе, ол Құдайдан кешірім сұраса, Құдай кешіре салады. Ол бәрі жәннатқа кіруге үміті бар. Намаз оқып жүр 5 уақыт, намазға бір рет ұйықтап қалса, ертең қайттан намазын түгендеп алады. Оразасын қаза қылса, қайттан қазасын толтырады. Қалған ғибадаттар күйіп кетпейді. Енді біреу Құдайдан бөлек нәрсеге сыйынса, бүкіл ғибадаты жойылады. Нөл болады. Шайтанға өте оңай. Кәдімгі дәл сердешкеға тигізгендей болады. Дәл, сондықтан ол ең жақсы көретін күнәсі осы. Сондан біреуге ширк күнәсін істетсе, ол рахаттанады. Бітті, енді мен бұны дозаққа кіргіземін. Сондықтан шайтан оған өзі кеп намаз үйретеді, егер ол ширк күнәсін істейтін болса. Түсіне кіріп Құран жаттатады, егер ол ширк күнәсін істейтін болатын болса. Оған түсіне бабасы, атасы болып келеді, ширк күнәсін істейтін болса. Оған көріпкелдік қасиет үйретемін дейді, егер ширк күнәсін істейтін болатын болса. Өйткені оны дозаққа алып баруға таңбасын салып қойды маңдайына. Мүшрик дегісі тұр. Сондықтан бұл адам баласының ең қатты қателесетін жері бабаларына сыйыну. Сол үшін Аллах та бұл жерде құр сендерді десе мағына түсінікті болады, бірақ сендерден бұрынғыларды жаратқан. Яғни олардың да жаратылған зат екенін біліңдер. Бабаларың да жаратылған зат. Олар да жаратушы емес. Олар да құлшылыққа лайықты емес. Құлшылыққа тек қана Аллах Тағала лайықты деген нәрсе мағына шығып тұрғанда. Сол үшін де қазіргі кезде бір адамға айтсаң әруаққа сыйынатын. Әруаққа сыйыну болмайды. Бұл үлкен күнә, бұл ширк күнәсі. Ширк күнәсін Аллах Тағала кешірмеймін деп айтқан. Құранда айтқан: «Ла тушрик билла, инна ширка ла зулмун азим». Құдайға серік ортақ қоспаңдар, бұл үлкен зұлымдық деп айтылған десең, оның саған бірінші беретін жауап не болады? Сонда біздің ата-бабамыз не дейді? Қателескен ба? Сонда біздің ата-бабамыз ақымақ па? Осы сөзді бірінші айтады, дұрыс па? Бірақ қандай қатерлі сөз, қандай қауіпті сөз. Ойлаңыздар. Әруаққа сыйынуға болады деп ата-бабалар айтты. Онда әруаққа сыйынуға болады, әруақ қолдайды, әруақ қоршайды, әруақ сыйған панақор болады деп айтқан сөздің авторы ата-бабалар екен. Ал әруаққа сыйынуға болмайды деген сөздің иесі кім? Аллах Тағала. Сонда ол адам ата-бабасына қарсы шығуға қорқып, Аллахқа қарсы шығуға қорқпай тұрғандығы да.
Егер бұл жерде онда сенің ата-бабаң қателеспепті, сенің ата-бабаң ақмақ болмапты, ақмақ емес десек, онда ар жағында Аллах тағала қателесіп қапты ғой, аруаққа сыйынуға болмайды деп. Аллах тағала ақмақ екен деген сөз шатты. Наузу биллахи мин залик, Алла одан сақтасын. Қандай жаман сөз. Сол үшін де мушриктер Аллахтың алдында ең жаман халықты. Хум шаррул бария, жаратылыстың ең жаманы деп айтылған Құран аятында. Аллахқа серік қосушылар. Ата-бабамыз ақмақ па дейді. Сонда Алла ақмақ па екен ар жағында. Алла аруаққа сыйынуға болмайды деген. Сол үшін Аллах тағала Құранда айтқан: "Ва лахум бихи мин илмин ва ла ли абаихим", олардың осы ширк күнәсін істеп жатқан кездегі істер үшін өздерінің де ата-бабаларында ешқандай білімдері, дәлелдері жоқ дейді. Қосқан серіктеріне байланысты өздерінің де ата-бабаларының да ешқандай дәлелдері жоқ дейді екен. Енді Аллах тағала лааллакум таттақун, әлбетте Құдайдан қорқарсыңдар дейді. Бұл аяттан біз түсінгеніміз, бірінші Аллах тағала қаратпа сөзбен бастапты, көңіл бұруымыз керек екен. Екінші адамдар деп бастапты, ол сөзді мұсылман да мұсылман емес те түсіне алады деген сөз екен. Басы жұмыс істейтін болатын болса, онда ол түсінуге тиіс деген сөз. Басы мына жақта миым бар, сол ақылым жұмыс істеп тұр дейтін адам болатын болса, онда бұл сөз түсінуге тиіс. Егер тәкаппар болып кетпесе, тәкаппар дегеніміздің өзі сол ақиқатты мойындамау дейді. Сол үшін де кімнің жүрегінде тарының салмағындай тәкаппарлық болса, жәннатқа кіре алмайды дегені сол. Тәкаппарлықтан өткен ауыр күнә жоқ. Білесіздер, Адам ата алейхиссалам, жаңа Хауа анамыз жәннаттан қуылды. Не себепті? Күнә себепті. Иблис алейхиссалам, Иблис лағнатулла, оның лағнеті болсын Аллахтың Иблиске, ол да қуылды Аллахтың мейірімінен. Не үшін? Күнә үшін. Адам атаныкі де күнә, Иблистікі де күнә болды. Екеуі де қуылды. Бірақ Адам атаның үміті бар, қайттан жәннатқа кіруге. Иблистің үміті жоқ. Неге? Екеуінкі де күнә. Бірақ Адам атаның күнәсі Аллахтың ескертуін ұмытудан, қателесуден болды. Ал Иблистің күнәсі тәкаппарлықтан болды. Мен адамнан артықпын деген. Сондықтан тәкаппарлық өте ауыр күнә. Өте ауыр күнә. Сондықтан егер ол адам тәкаппар болмаса, басы, миы жұмыс істейтін болатын болса, бұл аятты оған түсіну үшін жеткілікті. Осы аяттан кейін-ақ әруаққа сыйынуға болмайды екен. Әруаққа қайта сыйлайық, дұға қылайық, оларды еске алайық, олардың жақсылығын айтайық, жамандығын жасырайық. Оларға біз сол артынан садақасын беріп, қажылығын істеп, сауабын бақшайық Пайғамбар үйреткендей. Бірақ олар бізді қолдасын, қорғасын, арыстан баптың басына түнейік, яссауиден тілейік деген пікірлерден алыс болатын еді. Ол пікірлерден, арыстан бапқа түнейік, яссауиден тілейік деген пікірлерден олар әлбетте алыс болатын еді.